Ассалаумағалейкум, жекпе-жек сүйер қауым. Бүгін біз сіздермен Саламат Избуллаев, AJ Макки жекпе-жегі туралы сөз қозғайтын боламыз. Әрине, Саламат Избуллаев жеңіліс тапты. Өзінің MMA карьерасындағы алғашқы жеңілісі, дәл қазір рекорды 10-1. AJ Макки болса кезекті жеңісіне қол жеткізді. Бұл PFL турниріндегі басты жекпе-жек болған болатын. Неге басты жекпе-жекте 3 раунд болды? Дәл осы сәтті мен біраз өткізіп алыппын. Ол сәтті түсіне алмадым. Жекпе-жекті тікелей эфирде көру мүмкіндігі болмады. Жаңағы PFL-дің трансляциясын табу да өте қиын екен. Сондықтан қайталаудан ғана көрдім. Шыны керек, Саламат Избуллаевқа бірден Беллатордың бұрынғы чемпионын берді. Өте тәжірибелі жігіт. Бұл жігіттің арқасында жаңағы 20-дан аса, 22-ден аса жекпе-жек бар. 2 рет қана жеңілген, қателеспесем. Кезінде жаңағы өзіміздің орыс тілді БНГ ТВ деген подкаст бар. Сол подкасттың жүргізушілерінің бірі Олег Володин, бүкіл СНГ-дағы MMA-дің ең білікті маманы деп айтады. Сол жігіт айтқан болатын, бұл жігіт AJ Макки UFC-ге кіріп біраз шулата алады деген болатын. Бірақ UFC-ге әлі кіре алмай жүр. Беллатордан кейін осы PFL-де жүрген болады. AJ Маккидің Саламат Избуллаевқа қарағанда әрі екені екеуінің көз түйістіру сәтінен ақ көрінген болатын. Шыны керек, өте бойы да ұзын, жаңағы арқасы да кең, стойкасында да өте мықты, физикалық тұрғыдан мықты жігіт екені көрінген болатын. AJ Макки 70 килограммнан түскен жігіт қой, бұл 66-ға, сондықтан да әрі көрінді Саламатқа қарағанда. Жекпе-жек басталған сәтте Саламат өзінің сенімін ұстады. Екеуі де ортаны бергісі келмеді, бір-біріне қарсы соққылар жаудырып жүрді. Басында тіпті екеуі де бір-біріне жақсы тиіп жатқан болатын. Одан кейін AJ Макки күреске салып, Саламат Избуллаевтың үстінде отырған болатын. Тіпті жаңағы маунтқа дейін отырып, маунттан соққы бағыттаған болатын. Бірінші раунд AJ Маккиге кетті. Екінші раундта да дәл солай, жаңағы стойкада екеуі де жақсы, сүйекке сүйек соққылар бағыттайды, бірақ күресте AJ Макки бір бас жоғары болды. Мысалы, кезінде Саламат Избуллаев Ресейде өнер көрсеткен. Ресей чемпионатын жеңудің өзі өте қиын, себебі ол жақта дағыстандықтар бар, чешендер бар, осетиялықтар бар, ингуштар бар, өте көп ұлттары бар, өте көп мықты жауынгерлер. Мысалға, Ресейдің жер көлемінің өзі жаңағы әлемнің жартысына жететіндей бір жер болғандықтан ол жақта өте мықты жауынгерлер көп. Сол Ресей чемпионатын жеңіп алған Саламат Избуллаев мен ойладым күрес деңгейі жақсы деп. Шыны керек, бұған дейінгі өзінің қарсыластары бір бас деңгейлері төмен болғандығы көрінді бұл жекпе-жекте. AJ Маккидің тәжірибесінің рөлі ойнап кетті. Хесус Пинеда мен біз ештеңе көре алмадық. Ол Пинедада мысалға осы PFL-ның чемпионы, қателеспесем, бірақ Саламат бірінші раундта жаңа өз күресіне салып ұрып тастаған болатын. Бірақ Пинедон қайда, AJ Макки қайда дегендей әңгіме қазір жүзеге асып қалды. Саламат Избуллаев 3-ші раундта шынымен де біраз жақсы өнер көрсетті, бірақ сонда да раундта AJ Макки алып кеткен болатын. 3 раундта да еш мүмкіндік бермей ұтып тастады, бірінші жеңілісін берді. Сондай-ақ жекпе-жек Америкада өткен болатын. Хесус Пинедомен жекпе-жек Абу-Дабиде болды. Абу-Дабиде Саламат болған шығар бәлкім бұған дейін. Абу-Даби кішкене бізге қарай біраз жақын болғандықтан, ол жақта біраз жеңіл болған болар, бәлкім акклиматизация, бәлкім қолдау жағынан қазақтар да бар дегендей. Ал енді Америкада төбелесу мүлдем бөлек қой деңгейі. AJ Макки деген енді шыны керек деңгейі өте бөлек жігіт. UFC-ге барып тіпті топ 5-те жүретін жігіттердің бірі. Саламат үшін бұл әрине соңы емес. Саламат енді ғана бастады шетелдегі жорығын. Хесус Пинедоның өзін ұтып тастағанның өзі қайда жатыр. Енді AJ Маккиден кейін кішкене деңгейі төмен жігіттерді беру керек. Топ 15-ке енді кіріп келе жатқан, бәлкім рейтингте жоқ жігіттерді беру керек. Саламатқа бірнеше 3-4 жеңіс жасап, одан кейін қайтадан оппозицияны көтеру керек. Себебі Саламатқа да тәжірибе жинау керек, Саламатқа да өсу керек. Саламат қаттық үлкен жаста емес, жас 28-де қателеспесем, бәлкім 29-ға енді толған болар. Әлі де бұл спортта бір 5-6 жыл уақыты бар. 5-6 жылда PFL-ында чемпионы бола алады, UFC-ге де кіріп, UFC тобы да бола алады. PFL-ден кезі келген сәтте кетіп қалуға болады. Одан кейін Dana White Contender Series'ке де шығып кетсе болады дегендей, әрине мүмкіндіктер көп. Сондықтан әрине Саламатқа жанкүйер боламыз. Саламат Избуллаевқа
Көп жігіт, көп халық, қазақтар Саламат Исбуллаевты тани бермейді. Саламат Исбуллаев жаңағы біздің Дамир Исмагулов секілді Ресейде туып өскен, кезінде Ресейде дайындалған, кезінде Ресейде тұрған, Ресейдің азаматы болған, бірақ кейіннен Қазақстанға көшіп келген, Қазақстан азаматтығын алған, дәл қазір жаңағы Ақтөбеде дайындалады. Жалғас Жұмагулов, Сергей Морозов, Әлби Ыдырыс сияқты жауынгерлермен бірге дайындалады бір залда. Сол жақта Айбек Шоқбұтовтың қол астында дайындалып, үйреніп, жаңағы деңгейін көтеріп келе жатқан жігіт. Оған дейін біздің Алаш Прайдта жекпе-жектер өткізді, Қытайдың бір промоушнда жекпе-жек өткізді, және бірден PFL-ге барып Пинедомен жекпе-жек өткізген болатын. Сондықтан Саламаттың әлі де карьерасы алда деп ойлаймын. Өте оппозиция өте керемет жылдамдықпен көтеріліп кетті. Соның салдары болса керек, бәлкім. Әрине Америкада көбірек жаттығып, Америкада көбірек нәрселерге үйреніп, жаңағы Мавсар Евлоевпен болса да дайындалу керек Америкаға барып. Мысалы Жалғас Жұмағұлов пен Сергей Морозов Мавсармен өте жақсы қарым-қатынаста ғой. Саламатты Мавсармен таныстырып, бірге күресін дайындаса да өте керемет болмақ. Мен ойлаймын, Саламат Исбуллаевтың әлі де көрсететіні бар, әлі де айтары бар. Сондықтан барлығымыз жанкүйер болайық. Қолдап отырыңыздар, біздің арнамызды да қолдаңыздар, Саламатты да қолдаңыздар, Асу мен Бекзат барлығын жалпы өзіміздің жігіттерді қолдап отырыңыздар. Арнаға міндетті түрде жазылып, комментарий жаза отырыңыздар, қолдауларыңыз керек. Көбірек қазақ ММА туралы, бүкіл жалпы ММА турнирлері туралы, ММА әлемі туралы, қызықты жекпе-жектер туралы, барлығы туралы өзіміздің ойларымызбен бөлісіп, осылай видеолар шығарып отыратын боламыз. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.